Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді бұқтырманың рецебімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен бізге ішек қажет болады және де қарын қажет болады. Осылай қазанға салып 1,5 сағаттай қайнатып алдым. Ішектерімізді, қарындарымызды үстіне тұз салып, және де бізге сәбіз картоп жуа қажет, және дайын болды ішегіміз, қарынымыз пісіп. Одан кейін сәбізімізді, картошкамызды, ішек қарынымызды бәрін осылай төртбұрыштетіп турап алатын боламыз. Алдымен қызып тұрған майға сәбізімізді қуырып аламыз. Үстіне жуасын қосып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып қуырып болған соң, үстіне ішегімізді, яғни қарынымызды осылай майдалап турап аламыз, яғни піскен ішек қарынымыз бұл бізде. Онан кейін мен үстіне тұз салдым. Жақсылап араластырып аламыз, және де бір жақсылап қуырып алатын боламыз. Онан кейін үстіне картошкамызды салып, жақсылап араластырып, бір 3 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Үстіне мен қарабұрыш септім. Қарабұрыш өте дәмін келтіреді бұқтырманың. Және де үстіне қайнаған суымызды құямыз. Яғни картошкамыз, бұқтырмамыз сәл пісетіндей етіп қайнаған суымызды құямыз. Мінекей достар, бұқтырмамыз дайын, өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Және де маған лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.